Сәлеметсіз бе, құрметті балалар. Көркем еңбек 3-ші сынып. Тақырып мерекелер мен демалыс, көңілді аттракциондар. Сабақтың мақсаты эстетикалық көзқарастарын қалыптастыру, түсті сезу, композициялық ойлау және дизайнерлік қабілеттерін дамыту, өздерінің қиялынан аттракциондарды салып немесе материалдармен жасап үйрену. Мерекелер мен демалыс. Жалпы елімізде көптеген мемлекеттік және кәсіби мерекелер бар. Адамдар мереке күндері демалады, қонақ күтеді, өздері де қонаққа барады. Саябақ пен демалыс орындарды аралайды. Жалпы алда келе жатқан қандай мерекеміз бар? Әрине, 1 мамыр. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстан көпұлтты мемлекет. Біздің елімізде 130-ға жуық ұлт пен ұлыс тұрады. Бұл күні әртүрлі ұлт өкілдері ұлттық киімдерін киеді. Мерекелік бояулар. Мерекелерге байланысты, сол мерекенің мағынасына, атауына байланысты демалыс орындары, саябақтар әртүрлі түске бояулармен боялады және де ұлттық киімдердің де түстері әртүрлі болады. Енді өзіңіз аттракционыңызды ойлап тауыңыз және де суретін салып, бояп, суретті аяқтаңыз. Сіздерге қазір ұсынатын аздаған видеоролигіміз бар. Сол видеороликті қараймыз. Бірінші сіздерге керекті түс қара түс екен. Біз кімеке түстерді олай болса 3 тілде айтып отырсақ. Қара, черный, black. Балалар салыну жолына мұқият қарап, өзіңіздің ойнайтын аймағыңызды немесе өзіңіздің қиялыңыздағы аттракционыңызды салсаңыз болады. Келесі біздің түсіміз қызыл, красный, red. Келесі көк түс, голубой, blue. Келесі жасыл түс, зеленый, green. Соңғы түс сары, желтый, yellow. Сонымен жұмысымызды осылай аяқтап, тапсырманы орындаймыз. Назарларыңызға рахмет.